Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге кәдеден жасалатын өте пайдалы тағам түрін көрсететін боламын. Оны таңғы асқа да, егер артық салмақпен күресірсеңіздер, кешкі асқа да, тіске басар етінде де жеуге болатын өте керемет тағам. Және де мен оның пісіріп жүргенмен бір жылдан асып кетті. Қашан жасасам да керемет шығатын тағам түрі. Және ол үшін бізге кәденің қабағын ашып, үлкен көзді үккіштің көмегімен өткізетін боламыз. Осылай енді бір шетке қоя тұрамыз. Келесі басқа ыдысымызға қалған қоспаларымызды қосатын боламыз. Бізге енді жұмыртқа керек болады 3 дана. Және де сүзбе қосамыз. Құстың төс етін қоссаңыздар да болады. Піскені немесе піспегені болса да, түнец балығын қосуға болады. Піскен ет қос жерсеңіздер де болады. Тұзын саламыз. 2 сарымсақ қосамыз. Үккіштің көмегімен өткізіп жібереміз оны да. Және де ірімшік қосатын боламыз. Араластырамыз. Массамызды біріктіреміз. Мен сіздерге барлық қоспалардың қанша грамм керек және қанша дана керек екен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Міне біздің массамыз бірікті. Енді манағы кәдімізді қолымыздың көмегімен суын сығып қосатын боламыз. Достар, мені қолдап, арнаға тіркеліп, лайк басып, және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Араластыратын боламыз. Массамызды біріктіреміз. Енді ұн саламыз, 4 ас қасық ұн саламыз, одан артық салудың қажеті жоқ. Мен ақ ұн пайдаланып жатырмын. Егер қаласаңыздар жүгері ұны немесе күріш ұнын қоссаңыздар да болады. Араластырамыз. Таптының дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосатын боламыз. Араластырамыз. Осындай қоймалжы масса шығады. Енді оны табамызға орналастыратын боламыз. Бұл жерде мен табамға фольга төсеппін. Сіздерге бірақ фольга төсеу кеңес бермеймін. Себебі менің тағамым жауысып қалды. Ең дұрысы сапалы пергамент қағазын төсеп, соған пісірсеңіздер болады. Орналастырамыз, жайып шығамыз. Бәрін біркелкі етіп. Бұл тағаммен негізі сарымсақ соусымен жесеңіздер өте дәмді болады. Мен сіздерге парақшамда менің сарымсақтан жасалған пайдалы соус бар. Соны жасап, сомен жеп көріңіздер. Ауасын шығарып, 180 градус пеште 20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тағамыз дайын. Баршаңызға ас болсын.